үй жинауға шақырған. Шымкентте мәйіті қоқыстан табылған келіншектің өлімі жайлы сұмдық дерек шықты. Шымкентте мәйіті қоқыстан табылған Диана Оңғарбаеваны жақындары ақтық сапарға шығарып салды. Тұңғышын жер қойнына тапсырған анасы көргенде өз перзентін танымай қалған. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы хабарлайды. Көзі, құлағы мен мұрнынан құрт шығып жатқан келіншек 10 күн бойы сол пакетке оралған күйде көшеде жатыпты. Іздеуде болған оны полицейлер емес, көше тазалаушылар тапқан. Қызды екі жерінен кеңірдегінен кескен. Кеңірдегіне машина сүртетін шүберекті тығып тастаған. Ол аз болса 24 жерінен пышақтаған. Өлтіріп жатқызып қойып, ойыншыққа ұқсатып пышақты тығып отырған. Оны азаптап, өлтіріп, сорлап, пакетке салып, оның сыртынан скотчтап орап, байғұс 10-ші күн дегенде табылып тұр. Құрт жеп қойған, дейді марқұмның әпкесі Әлия Ақбарова Стан.kz ақпарат агенттігіне берген сұхбатында. 10 күннен бері із-түзсіз кеткен қыздарын келер деп күткен Оңғарбаевтар отбасы қазір ес жия алар емес. 31 шілде күні Диананың денесі қоқыс маңынан табылды дегенді естіген жақындары мәйітханаға барған. Анасы тұңғышын бірден тани алмай, бірнеше қайтара кіріп қараған. Қызымды таныған жоқпын. Құлағы, мұрны, көзінен түгелдей құрттар кіріп шығып жатты. Қанға боялған денесін көрсең шыдап тұру мүмкін емес. Өзі сондай адамға сенгіш, жүрегі таза қыз болатын. Соңғы рет жоғаларынан бір күн бұрын хабарластым. Кейін байланыс аясынан тыс жерде болды. Сөйтіп күйеу бала екеуміз іздеуге кірістік, дейді марқұмның анасы. Сөйтсе келіншек 21 шілде күні Telegram әлеуметтік желісінен үй тазалауға тапсырыс алып кеткен екен. Осылай деген жақындары оны шақырған қаскөйдің бәріне алдын ала дайындалғанын айтады. Үй жинауға тазалықшы керек деп шақырған. Күндік жұмыс. Бұл қыз сол адреске барған. Сөйтсе ол бала оны алдын ала жоспарлаған болып тұр ғой. Жігіт үйді тазалап болғаннан кейін ақшаны мамам салады деп айтқан екен. Мамамды күтіп отырмын деп қызды жібермей ұстап отырған екен. Әпкем Диана мамасына өзінің телефонымен хабарласқан кезде жігіт пышақтап үлгерген, дейді марқұмның сіңлісі Айдана Оңғарбаева. Қара жамылған отбасының жанын жегідей жеп бара жатқан тағы бір жағдай. Құзырлы орган өкілдерінің дер кезінде іздеуге кіріспегені. Сөздерінше, полицейлерге арыз бергенімен оны жауаптылар бірден тіркемеген. Оны арада бір апта өткенде хабарлады дейді. Дүйсенбі күні полицияға бардым. 21-нен 28-не дейін ешқандай нәтиже жоқ қой дедім. Не қыз бар, не жоқ екенін айтпайсыңдар ма деп шу шығардық. Сонда ол кісілер не істеп жүрді? Айтқан жауаптары күйеу балаңыз арыз жазған жоқ дейді. Арыз жазып алып қалмаған, іздеуге де кіріспеген. Дүйсенбі күні жаздым. Болғасын олар, өзіме уайымдамаңыз. 2 күнде тауып береміз деді. Ол қыз тірі деді. Қайда тірі қыз? Дейді марқұмның анасы Қарлығаш Оңғарбаева. Туыстары күдіктіні де полицияға өздері тауып бергенін айтады. Ол Диана жинауға барған үйді жөндеп жүрген жұмысшы екен. Марқұмды Telegram арқылы жұмысқа шақырғанда, сол кәмелет жасына толмаған күдікті дейді. Қазір ол адам өлтіру бабымен жауапқа тартылып, қамауға алынған. Шымкент қаласының 26 жастағы тұрғынын өлтіру жайты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті анықталып, тергеу изоляторына қамалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған жан-жақты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, дейді Шымкент қаласы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы бастығының орынбасары Нұржан Мырзагелдиев. Азаппен ажал құшқан Диананың жақындары болса, бұл істе тағы 3 адамның қатысы барына сенімді. Өйткені марқұмның ұялы телефонын сатуға қазір қамауда жатқан күдіктімен қоса тағы 2 адам барыпты. Айта кетейік, марқұмның артында 2 және 4 жастағы қыздары мен күйеуі қалды. Ерлі зайыпты нәпақа табу үшін қалаға келген екен. Құрметті көрермендер, бұл оқиғаны оқып отырып, жүрегің сынып, ішің қанжылайды. Диана Оңғарбаеваның тағдыры баршамыз үшін үлкен ескерту, үлкен қасірет. Бір адамның қатыгездігі, тағы біреулердің салғырттығы мен жүйесіздігі тұтас бір отбасының күл-талқанын шығарды. Жас ана 2 баланың қамы үшін күндік жұмысқа шыққан екен. Телеграмда жарияланған бір ғана хабарландыру оның өмірін қиды. Әу бастан құрылған сұмдық жоспар арсыздық пен зұлымдықтың шегі жоқ екенін көрсетті.
адам жанын осыншама қорлауға барған жанның тірі пенде екеніне сенгің де келмейді. Бірақ бұл оқиға тек бір адамның қылмысы ғана емес, бұл полиция жүйесінің, құқық қорғау органдарының бейқамдығы мен немқұрайлығының бетпердесі ашылған сәт. Туысқандары бірнеше күн бойы шырылдап іздеген екен. Полиция бойынша айтқандарын жаңа оқып бердім сіздерге. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақыры Диананың өзі емес, оның жансыз денесі табылған екен. Диананың анасының таныған жоқпын, құрт жеп қойған деген сөзін оқығанда жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бұл кез келген ананың, кез келген отбасының көргісі келмейтін қорқынышты түсі. Біз қандай қоғамға айналып бара жатырмыз? Тек қана қыз-келіншектер емес, бәріміз қорғансыз сезінетін болдық. Қайда қарасақ та қауіп, қайда барсақ та күдік. Цифрлық заманда алаяқтық пен зорлық жаңаша сипат алып, өмірімізге дендеп еніп барады. Диананың өлімі жай ғана қылмыс емес. Бұл қоғамдағы бейқамдықтың, әділетсіздіктің, мемлекеттік бақылаудың әлсіздігін көрсеткен ауыр сабақ. Ендігі тілек, бұл іс соңына дейін әділ тергеліп, кінәлілер түгел жауапқа тартылсын. Арамызда осындай қатыгездікті жасайтындар тайраңдап жүре бермеуі керек. Ал Диананың артында қалған екі періштесіне, жолдасына, ата-анасына Алла сабыр берсін. Диананың өмірі әділет үшін үнсіз қалмауымыз керек екенін еске салып тұрған ащы шындық.